Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге сникерс тортының дайындалу жолын көрсетемін. Ол үшін 5 жұмыртқаны ағын сарысынан бөліп аласыздар. Ағына бір тамшы сары қосылуға болмайды. Ыдыстарыңыз таза әрі құрғақ болу керек. Міне жұмыртқаны ағын сарысынан бөліп алдым. Енді ағына бір шымшым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Тұз салсаңыз формасын жақсы ұстайды, жақсы көпіреді. Енді қантты 2-3-ге бөліп салып аламыз. Қаншалықты қант керек екенін видеоның астына жазып қалдырамын. Міне қантты осылай барлығын салып, ақуызды жақсылап араластырып көпіртіп аламыз. Енді сарысына қант қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Біз енді құрғақ ингредиенттерді дайындаймыз. Какаоның үстіне сұйық майды және қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Жақсылап араластырып аласыздар. Осы қоспамызды жаңағы дайындап алған жұмыртқаның сарысының үстіне құйып, миксермен жақсылап араластырып алыңыздар. Міне қоспамыз дайын. Ұнның үстіне қопсытқышымызды қосамыз. Екеуін араластырып алдық. Енді ұнымызды ситадан өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Міне біздің қоспамыз дайын. Енді осының үстіне жаңағы жұмыртқаның ақуызын 2-3 бөлікке бөліп салып, жақсылап араластырасыздар. Осылай астынан үстіне қарай көтеріп араластырсаңыздар, дайындаған қоспаларыңыз жақсы көтеріледі. Мен алдын ала дайындап алған табаға қоспаны 2 бөлікке бөліп, 180 градуста жарты сағаттан пісіріп аламын. Міне біздің бисквиттарымыз дайын. Енді осыны суытуға қойып қоямын жарты сағатқа. Ол аралықта кремін дайындайтын боламын торттың.
осындай творожный сырмен сливкиді қосып, міне кремді дайындап алдым. Ортасына салатын начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге варенка керек, және жер жаңғағы керек. Екеуін қосып араластырып алдық. Бұл қою болып тұр. Үстіне аздап сливки қосып араластырсаңыздар болады. Міне енді мен осылай бисквиттарымды жинап аламын. Бисквиттеріңіз қатты құрғақ болып қалмас үшін сүтке аздап қант қосып осылай пропитка жасауға болады. Кремін қатты қалың жағудың керегі жоқ. Міне осылай бисквиттарымды жинап алдым. Енді бұны жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямын. Сыртында асып қалған кремдерді өз-өзіне жағып қойсаңыздар болады. Міне біз енді торттың сыртына жағатын шоколадты ерітетін боламыз. Ол үшін Қазақстан шоколадының үстіне сливки құйып ерітіп аламын. Сұйық май құйсаңыздар да, сары май салып ерітсеңіздер де болады, бірақ мен өзім сливкимен еріткенді жақсы көремін. Дәмі жақсы болып шығады. Үстіне жер жаңғағын саламыз. Бір келкетіп араластырып аласыздар. Міне тоңазытқыштағы бисквитті алып шықтым. Енді осының сыртын қаптайтын боламыз қазір. Сыртына шоколадымызды жағамыз. Сыртына шоколад жағып қаптау сәл қиынырақ десе де толығымен жағып шығуға тырысамыз.
Міне шоколадпен торттың сыртын толықтай қаптап шықтым. Енді өздеріңіз қалай сәндесеңіздер де болады жеміс жидектермен. Мен киви менен құлпынай қойдым бетіне. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндеңіздер. Торт өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Бай бақытты болыңыздар.